Ерте заманда бір тазша балан әке-шешесі өліп, жетім қалыпты. Күндердің бір күні тазша базарда аралап жүрсе, мұңайып отырған бір шалды көреді. Тазша шалдың қасына келіп отырады. «Шал, не қылып жүрген баласың?» деп сұрайды. Сонда тазша, баласы жоққа бала болайын деп жүрмін дейді. Шал, ендеше балам жоқ еді, маған бала бола ғой деп, тазшаны ертіп үйіне алып келіпті. Бір күні шал тазшаға, анау көрінген ағаштың басында ақ сары деген құстың ұясы бар. Сол ұяда құстың жұмыртқасы бар. Сен барып құсқа білдірмей, астынан бір жұмыртқасын алып келші деп жұмсайды. Тазша, жарайды деп, жүгіріп барып, ағаштың бұтақтарын сылдыратпастан басына жығады да, құсқа білдірместен бір жұмыртқасын алып келіп, шал әкесіне береді. Сонда шал, енді жұмыртқаны апарып, құсқа білдірместен ұясына салып келе қойшы дейді. Тазша жарайды деп, жұмыртқаны апарып, құсқа да білдірместен ұяға салып келіпті. Сонда шал, жарайсың балам, қолыңнан іс келеді екен деп, бір күні тазшаға өгей әке-шешесі, анау көрінген үйде өздері бай және өлгенше сараң бір шал мен кемпір бар. Үйіндегі мол тамақтан өздері де жарып жемейді, кісіге де нәр таттырмайды. Және түнде жатқанда екеуі қаптағы құртын басына жастанып, қарындағы сары майын қойнына алып жатады. Солардың жұмысын табаным тесіліп талай істесем де жарытып ақы бермеді, ауыз толарлық тамақ та бермеді. Сонда көп ақым кетіп еді. Мені әке десең, оған кеткен ақым үшін сол қу сараң шалдың қойнына тығып жатқан сары майын алып келші дейді. Тазша бала жарайды дейді де, түнде жұрт ұйықтаған уақытта барып, кемпір мен шалдың үйіне кіріп, екеуінің аралығына жата қалып, кемпірдің даусына салып, әрі жат деп, шалды шынтағымен бір түртіп, бір уақытта шалдың даусына салып, әрі жат деп кемпірді шынтағымен бір түртіп, ақырында сары майын алып жөнеліп кетеді. Артынша ұзамай-ақ майды жоқтап шал шығыпты. Шалдың өзі де жасында бір қу тазша екен. Пәленше шалдың асырап алған бір тазша баласы бар еді. Сол алып кеткен шығар деп, орнынан тұра сала жүгіріп, тазшаға көрінбей, бір жағымен оның үйіне бұрын жетіп, қолына бір шелек алып, тазша үйіне кіре бергенде, кемпірдің даусына салып, шелекті тазшаның қолына ұстата береді. Шырағым, майды маған бер де, мынау шелекпен бір шелек су әкеле ғой дейді. Аңқау тазша бөтен адам екенін аңғармай, майды беріп, шелекті ала сала жүгіріп, суға кете беріпті. Шелекпен суды алып келіп, шешесіне, «Мә, су» деп берсе, шешесі, «Мен саған су әкел дегенім жоқ, май әкел демедім бе?» дейді. Тазша алданғанын біліп, майдың иесі қу немекен, майын өзі алып кеткен екен, мен де жетейін, қайсымыз басым екенбіз деп жүгіріп кете береді. Шалдың көзіне түспей төтелеп барып бұрын жетіп, басына бір ақ жаулықты орай салып, шалдың алдына айқай салады. «Тілеуің құрғыр шал, қайда кетіп едің? Қоралы қойыңды қасқыр қуып кетті. Жүгіріп жетіп жылдамырақ қайырып айдап кел. Болмаса қасқыр қырып кетеді» дейді. Тазшаның кемпір даусына салып, сөйлеген сөзіне шалынанып, қолындағы сары майды, «Ал мынаны» деп лақтырып тастап, қойларын іздеп жүре беріпті. Тазша бала шалды алдап жіберіп, майды алып үйіне келіпті. Манағы шал о жақ, бұ жаққа жүгіріп, қойдан дерек таба алмай, шаршап, сандалып, қайтып үйіне келіп қараса, қойлары ап-аман қорасында жатыр.
Шал байғұс алданғанын енді біліп, қап, өзім де жас уағымда осындай қулықты көп істеп едім, қартайғанда алдыма келгені ғой, деп, ерте тұра сала Тазшаның әкесіне айтыпты. Сенің Тазшаң менің бір қарын сары майымды алып кетті. Майымды қайтарып бер, болмаса Тазшаңды сөзсіз өлтіремін дейді. Сонда Тазшаның әкесі бұл шалға: мен майыңды көргенім жоқ. Егер анық Тазшаның алғанын сезген болсаң, не қылсаң оғыл, мен ара түспеймін депті. Майын алдырған шал қолына бір өткір балта алып, жұрттан жасырынып, көп қорымның арасынан барып, бір тесілген қабірдің ішіне кіріп, жасырынып жатыпты. Бұл шалдың кемпірі еш нәрсе сезбеген кісі болып, манағы Тазшаны шақыртып алып: шырағым, көп қорымда әкемнің моласы бар еді. Соған мына нанды апарып, Құран оқып жеп келе ғой. Сенен басқа балаларға сенбеймін депті. Тазшаның ойына қапелімде еш нәрсе түспей, мақұл деп нанды алып кете беріпті. Молаға барып, Құран оқып, нанды жеп отырғанда, көрдің тесігінен бір шал арбаңдап шыға келеді. Қолында балтасы бар, кәдімгі аңдысып жүрген шал екенін Тазша тани кетеді. Тазша оңайлықпен өле қойсын ба? Шалдан бұрын қам қып, қолындағы балтасын жұлып алып, шалдың өзіне дүрсе қоя беріпті. Шал жалынып, әзер құтылыпты. Бұлар тұрған шаһардың ханы халқына өте қатал болыпты. Елге салықты көп салып, кедей мен жалшыны зар жылатып, сорлата беріпті. Солардың қатарында Тазшаның әкесіне де салықты мол салып, шал қатты қысылыпты. Бұл жайды білген Тазша әкесіне: сіз қысылмаңыз, ханның өз алтынын өзіне берейік депті. Содан кейін бұл Тазша ханның қазынасына түсіп, бір құмыра ділдасын алып кетіпті. Ертеңіне хан ділданың жоғалғанын біліп, барлық уәзірін жинап, ұрыны қалайша тауып, ұстауға болады деп ақылдасыпты. Сонда бір уәзірі: қазынаның есігінің алдынан шұңқыр қазып, белуардан бататын шырыш желім толтырып қоялық. Қараңғыда білмеген адам түсіп кетсе, шығып кете алмайтын болсын. Осындай амалмен ұсталық депті. Хан осы амалды мақұл көріп, айтқандай қылып, желімді даярлата беріпті. Қу Тазша қалайша білсе де бұл амалды біліп алып, енді қазынаның есігіне жоламапты. Хан мұнымен де қазынаға түсіп жүргенін кім екенін анықтап біле алмаған соң, ойлап екінші амал істепті. Ханның бір бақырауық нары бар екен. Оны ұстамақ түгіл, біреу маңына жақын барғанда, даусының барынша бақырады екен. Сол нарды шөгеріп жатқыздырып, бірнеше аңдушы қойдырыпты. Егер нар бақырса, ұрыны ұстамақ екен. Тазша мұны да біліп, түнде қолына бір бау жоңышқаны алып барып, алыста тұрып нарға көрсетсе, ол шөпті жеймін деп, орнынан тұрып соңынан жүреді. Тазша ақырындап алыстай береді, нар ере береді. Даусы естілмейтін жерге барған соң, нарды ұстап апарып бір тоғайдың қалың жеріне байлап тастапты. Ертеңіне жасауылдар нарды таба алмай, дағдарып, ханға келіп хабар беріпті. Хан бұл амалды іске аспаған соң, ойлап, тағы бір амал тауыпты. Далаға бір отау тіккізіп, ішіне жақсы төсектер жайдырып, соған өзінің қызын жатқызып, қызыммен кім сөйлесіп, әңгімесі келсе, қызымды соған беремін деп жұртқа жар салыпты. Ондағы ойы, егер сол ұры амалы көптігіне сүйеніп келсе, қызым алмас қылышпен қолын кесіп алып қалсын. Ертең шаһар адамдарын тегіс тексерейін. Кімнің қолы кесілген болса, соны ұстатып дарға астырайын деген екен. Қу Тазша бұл амалды да біліп алыпты.
Қалада бір бай қасапшы бар екен. Түн ішінде жатып қалған қасапшыға барып, терезесінен ханға бір қойдың қарны керек еді, терезеден бере ғой деп дауыстапты. Ханға керек деген соң лажы бар ма? Бір қарынды терезеден қолымен шығарып ал дегенде, тазша қолындағы алмас қылышпен қасапшының қолын шауып түсіріпті. Сөйтіп, қарын мен кесілген қолды ала жөнеліпті. Әлгі қарынды суға толтырып, аузын байлап, оңаша отауда жатқан ханның қызының қасына келіпті. Әрі-бері сөйлескеннен кейін, тазша сыртқа шығып кетуге рұқсат сұраса, қыз жібермейді. Тазша, кетіп қалады десеңіз, менің қолымды ұстай тұрыңыз дейді. Қасапшының кесілген қолын қызға ұстатып, қарынның бір жерін тесіп, суды шырылдатып, ағызып қойып, өзі кетіп қалады. Бір уақытта қыз, осы неге үнсіз жатыр деп байқап қараса, өзінің ұстағаны бір кесілген қол екен. Қыз ерте тұра сала, әкесіне барып, ұрыны ұстап едім, өз қолын өзі кесіп, қашып кетіпті дейді. Хан жарлық қылып, шаһар адамдарының қолын түгендесе, қолы кесілген қасапшы болып шығады. Хан алдына алып келіп тергегенде, ол көрген-білгенін айтып береді. Хан мұның кінәсіз екеніне сеніп қоя береді. Хан бұл амалды іске аспаған соң, ойлап, төртінші бір амалды тауыпты. Бір күні, егер ұры келе қойса, өзім ұстап алайын деп, оңаша отауда өзі жатыпты. Тазша мұны да біліп, әйелдің әдемі киімдерін киіп алып, бір сұлу келіншек болып, түнді келіп, отауға кіріп, ханның қасына отырыпты. Сонда хан, не қылып жүрген әйелсің, деп сұрапты. Келіншек тазша, ерім өліп еді, қайнағаларыма тигім келмейді. Сол себепті тақсыр сізге айтар арызыммен келдім. Сүйгеніме тиюге рұқсат берсеңіз екен деп жауап беріпті. Хан сұлу келіншекке қызығып, олай болса маған тей депті. Келіншек тұра келіп, құлдық тақсыр, олай десеңіз арманым жоқ, сізге тиемін депті. Сөйтіп отырғанда, орданың алдындағы дар ағаштарды көрсетіп, келіншек, тақсыр, мынау қиқайып тұрған ағаштар неге қажет деп сұрапты. Хан, кінәлі адамдарды асып өлтіретін дар деген осы депті. Сонда келіншек, бұрын дарды көрмеген кісідей болып таңырқап, япырым-ай, мұнымен кісіні қалай асып өлтіреді екен? Мені асып көрсетсеңізші депті. Хан келіншекті дарға суға ыңғайсыз көріп, дардың арқан тұзағын өз мойнына кигізіп, келіншекке түсіндірмек үшін, арқанның анау ұшын сен бар күшіңмен тарт, бірақ менің аяғым жерден көтеріліп, мен буынып бара жатқан кезде арқанды босатып қоя бер, болмаса мен өліп қаламын депті. Келіншек арқанның ұшын қолына алып тартыңқырап, ханның өкшесі жерден көтеріле берген кезде, аяғының ұшы жерге тиер-тиместей етіп, арқанның ұшын бір ағашқа мықтап байлап қойып, өзі ханның қазынасына кіріп, тағы бір құмыра ділдасын алып кетіпті. Ертеңіне ханның адамдары дарға сулы, өлі мен тірінің арасында тұрған ханды көріп, босатып алыпты. Ордасына кіргізіп, тәуіптер жинап, емдеп жазыпты. Бұл хабар ұзын елдің иіріне, қысқа елдің қиырына жайылып болыпты. Осы ханның елімен шекаралас бір елдің ханы, болымсыздығынан 2 рет қазынасын, 1 рет нарын алдырып, 3-ші рет қызын базарға салып, онымен тұрмай, өзін дарға тартқызып, жұртқа масқара болғанша, хан болмай-ақ қой, біреудің қойын бақса болмай ма деп келемеждепті. Бұны естіген әлгі хан ыза болып, Құдай атымен ант ішемін, осы істерді істеген қу кім болса, кінәсін кешемін, маған келіп
мәлім болсын. Бірақ бір тапсыратын ісім бар, соны орнына келтірсе, бұрынғы кінәларын салауат қылып, қызымды беріп күйеу қыламын деп жұртқа жар шақырыпты. Мұны естіп баяғы тазша, қайыр, не де болса тәуекел көрейін деп ханға келіпті. Пәлен ханды амалын тауып, пенде қылып маған әкеліп берсең, барлық кінәңді кешемін, қызымды да саған беремін депті. Тазша ханның бұл тапсырған қызметін қиынсынбай қабыл алыпты. Шаһардағы бар ұсталарды жидырып, әуелі бұларға темірден бір бітеу арба соқтырыпты. Оның іші сыртына қоңырау байлатыпты. Және жұп-жұқа түнікеден әйдік бір шоқпар жасатып, оны қолына алыпты. Және бір көк серкені сойдырып, терісінің жүн жағын сыртына қаратып үстіне киіп, терінің қылшығына бірнеше қоңырауды тағы байлапты. Сөйтіп, бір көрім секілді болып, әлгі арбаға мініп, түнікеден қалқан көтеріп, шоқпарды иініне салып, манағы ханның шаһарына келіп кіріп, теке болып бақылдап, қоңыраулатып айқай салыпты. Мен Құдайдың жіберген періштесімін. Бұл шаһардың ханы залым болыпты. Ей Бұхара халық, Құдай қаласа сендерге залым хандарыңды өз қолдарыңмен ұстап, байлап, менің бітеу арбама салып беруге бұйрық қылды. Сонда Құдай тағала сендерге риза болады. Егер оны қылмай, ханға болыссаңдар, маған бұйрық берді. Біреуіңді тірі қалдырмай, қолындағы 10 000 пұт шоқпармен шаһарыңның кірпішін тас-талқан қып, топырақ етіп, шаң-тозаңын ұшырып жіберемін дейді. Сонда шаһардың халқы тазшаның айбатынан қорқып, қой, өз басымыздың амандығы керек, мынау Құдайдың жіберген пәлесіне қарсы тұрып болмас деседі де, ханын ұстап, байлап, бітеу арбаға салып беріп, жалынып жалпайып, періште тазшаны жөнелтіпті. Тазша ханды пенде қылған бойымен алып келіп, өз ханына тапсырыпты. Сонда бұл хан тұрып, тұтқын ханға, «Иә, маған күле беруші едің, өзің неғып мұндай күйге ұшырадың? Мұнан былай күлме, менің жұртымда осындай өнерлі адамдар бар» деп мақтаныпты. Ақырында екі ханның екеуі де тазшаның өнеріне риза болып, екеуі де бұған қыздарын беріп, тазшаны өздеріне әрі күйеу, әрі ақылгөй ұстапты.